Босанып жатқан келіншекке перзентханада керек болатын топ 4 нәрсе. Біріншісі ол ыңғайлы киім. Кейбір перзентханалар сорочканы өздері береді, кейбіреулері өзіңізбен бірге алып кел деп жатады. Бірақ менің гинеколог ретінде сізге беретін кеңесім үйден өзіңізге ыңғайлы, хыбыдан жасалған, еш жеріңізді қыспайтын, кез келген позада тұра алатын, кез келген іс-қимылды жасай алатын ыңғайлы сорочкаңызды өзіңізбен бірге алып барыңыз. Ол нәрсе сізге кәдімгідей толғағыңызды жеңілдетеді. Екіншісі ол ересек адамдарға арналған подгузник. Олардың S, M, L деген размерлері болады. Сондықтан алдын ала перзентхана алып баратын сөмкеңізге, өзіңіздің размеріңізге сай подгузник таңдап, алдын ала салып қойыңыздар. Және де үшінші міндетті түрде керек болатын зат ол перекус және де газдалмаған су. Сіз босанып жатқан кезде сізге күш керек болады, су керек болады. Сондықтан алдын ала перекус пен суды перзентханаға апаратын сөмкеңізге салып қойыңыз. Және де төртінші, осылардың ішінде ең маңыздысы ол білім, қыздар. Сіз перзентханаға бара жатқан кезде ең бірінші білім алып барыңыз. Яғни толғақ қалай өтеді, сіз не істей аласыз, қандай техника жасай аласыз, жалпы қанша сағат толғатасыз, оның барлығын біліп барсаңыз, ол кәдімгідей сіздің босануыңызды, толғағыңызды жеңілдетеді. Ал егер де сіз перзентханаға қандай заттар алып бару керек екенін білгіңіз келсе, мен сізге арнайы сумка в роддом деген тегін чек-лист, яғни перзентханада керек болатын заттардың тізімін дайындап қойдым. Оны алу үшін осы видеоның астына немесе менің жекеме сумка деп жазып жіберсеңіз, бот автоматты түрде сол тегін чек-листті сізге жібереді.